Мына билік көзі соқыр, керең тым. Айтқанына оның енді сенер кім? Жалғыз ойым, анық білем бәрінің алыс емес сазайының берер күн. Мыңқ-мыңқ етіп бірді-бірге қосалмай, айтатыны құрған құран, бос айғай. Міне тағы өзендегі жанжалды, әлі де отыр ебін тауып шеше алмай. Өңшең топас бастық болған кезеңнен жақсылықтың болмайтынын сезем мен. 10 жыл бұрын дәл осылай басталған, ей шенділер, өштеспеңдер өземмен. Өйткені олар әкім солдат түгілі, мылтықтан да қорықпайды кезеңген. Жетатадан жүректілік жалғасқан, Маңғыстауда батыр ел бар әу бастан. Оңбайтын анық білем олардың, жан табылса жағасына жармасқан. Сендер түгіл, орыс пенен түркімен, адайлардың айбатынан үркіген. Намысына шаң тигізбес нарерлер, талайларды найза қылып сілкіген. Қанша жерден тырыссам да жақпау қот, жанға батар естіледі ақпар көп. Ей үкімет, құлағың сал, барықпайды, халық сенен жоқ сұрап жатқан жоқ. Сенбесеңдер көздеріңмен көріңдер, көріңдер де дегеніне көніңдер. Шалқығаның жұмысшылар арқасы, сондықтан да сұрағаның беріңдер. Ешкім елге төңкерісті тілемес, өршіп кетсе оңдырмайды бұл егес. Естеріңнен шығып кетсе айтайын, ей үкімет, халық саған құл емес. Төрелерге төрде отырып тоймаған, дұрыс болар тыныштықты ойлаған. Маңғыстаудың тіліменен айтқанда, басқа-басқа адайлармен ойнаман. Сіздерді 8 сағат тыңдадық қой. Сен сөйлемейін. 2 сағат тыңда. Сен тарап құрсын. Жақсы. Сен братан, прокурор. 2 сыңдар. Халыққа мүмкіндік бердік, бірақ өтірікші не мүмкіндік береміз? Прокурор бізді еш уақытта халықтың мәселесін шешпеген. Ағайындар, тыңдандар. Ағайындар. Ештеңе шеше алмайсың, кете беріңдер. Мақсат, тыңдар едік. Осыншама халықтарға шектірмегенде тыңдар едік. Баяғыдан сен мені танисың ғой. Танисың ғой. Қалай айттық, солай шығатын кезінде. Солай да болады. Ештеңе болмайды. Жоқ. Қалай айтқанда мәселе былай, тыңдандар мені. Мен келіп тұр ғой. Мені сіздерге республиканың бас прокуроры жіберді. Дәл осы мәселе қалай тыңдамаймыз. Мақсат, тыңдамаймыз. Айтпайсың пайдада. Неге келіп түсіндіреймін? Талдау өзен жоқ. Сен әркімді мен тыңдандар. Ағайындар. Жаңа жылдар құтты болсын. Мен сіздерге келдім түсіндірейін деп. Таңертең 11-ден бері біз жолдың бойында тұрмыз. Бұл дұрыс емес. Давайте, 5 минут тыңдай. Бұл дұрыс емес. Сендер де дұрыс. Мен келдім ғой, алысқа. Тыңдаңыздар мені, мен тыңдандар. Мәселе былай. Мені сіздерге таңертең 11-ден бері сағат 8 сағаттан бері Маңғыстау көшесіменен мына Сатпай көшесі жауықтық, да? Тыңдаңыздар. Мәселен бар жолдың бойында. Енді қайда? Айтайын, әкімшілік құқық көйлектің 614 бабы бойынша айтайын, әкімшілік құқық көйлектің 614 бабы бойынша жол жауып тұрсыңдар. Бәріміз жауып бәріміз мынандай ол күндер өсет, сол заң бойынша ма? Біріншіден, сіздер қоғамдық көліктерге кедергі келтіріп жол жауапты қалдырдыңыз. Сіздерді бәрі әкімшілік жауапты қаталдыңыз. тыңдап ал. Халықтың бәрін болып тайсыңдар ма?
Машинаның жолы мынау. Халықтың қалып берген. Жабуға болмайды. Газ жоқ, газ. Жабуға болмайды. Халықтың жері. Жолды жабуға болмайды. Кімнің ақшасына халықтың жекесі емес бұл. Құрметті жауап жүндіктер, нарықта бағалы алмаса, қанағалап білмесе, Онда керек не керек? халыққа қызмет жасай алмаса, автокөліктің жолын жабуларыңыз дұрыс емес. Пожалуйста, бірақ мына жол жабуға болмайды. Прокурор 33 арыз түсті. Өтірік айтпашы. Қоғамдық орын. Адам жол емес, бірақ тұрып болмайды. Қоғамдық орын. Егер де мына үкімет жағынан болып жатқан заттар болса, сіз заңды айтпайсыңыз. Ал осындай жерге келгенде заңды тірейсіз. Халықты қорқытып тұрсың қазір. Заң бойынша қайда көрдің? Бір, например, мына сотка күніне сена өсіп кете беретін. Қайда көрдің күніне өсетін? Тек қана Прокурордың сандырағына сенбей қойыңыз. Назарбаевтан бастап қарай бәрі өтірікші халық сандап келіп отыр. Сенбей қойыңдар. Халықты алдап отқан өтірікшілер. бір азамат ұсталса хабарласың бәріңіз. Прокурор өтірікшілер келмей қой, ештеңе шешпейсің. Назарбаевты дұрыстамақ, жерін сатқан. Пожалуйста, бетіңізді тастауым жоқ. Қош. Күнінде қымбатын шаршадың уже. Ассалаумағалейкум халық жерлестер. Құрметті жерлестер, есімім Нұрмұханов Рауан Досанұлы болады. Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің басшысының орынбасарымын. Құрметті жерлестер, ассалаумағалейкум құрметті жерлестер. Жерлестер, мен сөйлеймін, мұрса беріңіз маған сөйлеуге. Апа, мен тыңдай қойшы, апа. Мен мұнда екінші рет. Апа, айтайын. Есім Нұрмұханов. Жаза, апа, сіз мен тыңдай қойшы. Есім Нұрмұханов Рауан Досанұлы мен. Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің департамент басшысының орынбасарымын. Халық арасында орындалмай ма? Талап орындала ма? Біз айтып алайық, тыңдап алайық. Орындалады я орындалмайды. Соны айтып
талап орындалама. Талап орындалмаса халық осы жерде тұрады. Естіді мен сізді. Мен мана 4-те келдім. Халықтың талабы сол. Материалдармен таныстым. Мен сізге уәде берейін, 5 январь күні мына заправканың бағаларын негізсіз көтерілген бойынша мен тергеп Саған пайдалы информация. мен жаңа негіздеріне қарадым. Саған пайдалы информация. Мен жаңа негіздеріне қарадым, материалдармен таныстық. Негізі мені көрдік. Жұмыс уақыт басталғанда жерге тексеруге шығамыз. Ал егер негізсіз көтерілген байқасақ, онда керек емес, біздің жағдайымызбен таныстырайық. апа біз осы сіз шықтық қой мында апа. Ақтаудан осы сіз үшін келдік мында. Келмей-ақ қой. Апа бір 2 минут тыңдасаңшы енді. Сосын айтасың. Шешілмесе не затқа келесің? Шешілмесе бес Жоқ шешесі келдік қой апасы. Шешесі үшін келдік осы. адам онда отырса берсеңдерің Егер негізсіз баға көтерген болса, онда шара қолданамыз. Қалада бар ғой, милициялар, бәрін, мұна білет, бәрін. Бір-бірімізге, бізде осы Ақтаудың тұрғынымыз. Бір-бірімізге сыйласып көрсек, апасы, ағасы, бауырларымыз. Тыңдап алыңдар, сосын айтасыңдар ғой. Газдың энергетикадан Сөйлетпеді ғой жаңа. Мына 2 минут как раз связаны. Тыңдап алыңдар, сосын айтасыңдар ғой. Тыңдап алыңдар. Тақап айтшы, тақап, естімейді. Тыңдау керек. Жалпы былай ғой, енді мен қысқаша нақтылап айтуға тырысайын енді. Жалпы республика бойынша айтайын. Қазір менің аты жөнім Қақпаев Бердібек Кенжебекұлы. Энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық басқарма басшысы. Бастықтар, министрлерінен бастап енді мына жерде бір айтып кететін бір жаңа айтып отырмыз ғой, ЕТП деп жатыр, керек деп керек емес деп жатырмыз ғой. Бұл жерде ЕТП деп былай бір адамның несі емес, бұл площадка, платформа. Тағы айтып айтам. Республика бойынша газдың бағасы қазіргі таңда 120, 110, средний баға жалпы 110 теңге. 120, 110, 115 сондай баға бар. Тыңдаңыз. Мен айтып қойайын енді. Мен жаңа сұрақ қойдыңыз ғой. Енді жаңа өте дұрыс сұрақ қойды. Баға түсе ма? Баға қанша түседі? Енді тағы айтайын. Мына жерде қазір таңда заводтан шығатын газдың құны алып отқан кәсіпкерлердің 85 теңгені құрап отыр. 85 теңге. Енді қараңыз. Енді жаңағы айтып отқан бұл жердегі ЕТП-дағы басты мақсат, басты принцип, өздеріңіз білесіздер, біздің заводтың қандай күйде тұрғаны. Егер завод тоқтап қалатын болса, қалада коллапс, газ жоқ болады. Дефицит болады. Кезінде облыс бойынша сондар кезек болды. Ол бір. Екіншіден, жаңа айтайын деп отқаным, бізге 14,5 тонна жетпейді. Біз Атыраудан 3,5 тонна алып жатырмыз. Ол газ алып келмесек, тағы да қайталап айтамын. Жерлестер, қала тұрғындары, осы қалада газдың қажеттілігі өседі. Бұл өз кезегінде осы сондар кезекке алып келеді. Газ болмай қалды қаупі бар. Сондықтан Алтын сұрайын. ЕТП-ны отметить етуге бола ма? Алып тастауға ЕТП-ны. Газы барда, газапровтың 50 теңге. ЕТП-ны алып тастау бұл газбен жабдықтау заңына сәйкес 1 қаңтардың 2022 жылдан бастап күшіне енген заң. Бұл тек қана Көкшетау емес, республика бойынша. Айлықтарымыз неге өсіп көтермесіне сенде примерно, да? Құрметті қала тұрғындары, мен айлық дәл емес, мен жаңа айтып отқанымда газдың бағасына байланысты. Газдың бағасында 2 себебі бар. Бұл біз сырттан алып келетін газдың көлеміне байланысты, ол жерде қымбат қаламыз. Оны жатырудың қажеті жоқ. Ол бір екіншіден Өзіңіз қалай қымбат аласыз? Бюджеттен ақша бөліп, көпірді ремонттасын өздері. Баяғыдан солай айтып отырсыңдар ғой сендер. Бюджеттен ақша бөліп ремонттасын. газдың құны мына жерде тағы қайталап айтамын. Бұл завод 50 жыл болды.
Бюджеттен бөліп ремонттасын, бюджеттен. Білесіздер, заводтың 90%. Неге бізден алады осыны? Қала облыстың проблемасы, бұл тек қана заводтың проблемасы, бұл облыстың проблемасы. Biz akşam verik mi? Zavod olsun deyip biz akşam verik mi? Біз ақша берді жатқан жоқпыз. Осы салаға күрделі жөндеуге, модернизация жасауға бізге осы жаңағы кезең-кезеңмен осы ЕТП-ға көшу көзделді. Қазір таңда завод осының арқасында өзінің күрделі жөндеу жұмыстарын, жоспарлы жөндеу жұмыстарын жасауға мүмкіндік береді. Айғайдан білейін. Рас. Транспортировка отыр, түсінікті, басқа жаққа тәуелсіздік түбінде отыр, зардабын шығып отыр, бұл қызыл көрмеңіз. Akın жаңасын. Арт жақтағылар жақтан қызметті Бар. Жолайды жабық. Әке, соны сөйлеу. 1-2 шақ шыға ма? Естіліп тұр ма? Ал, құрметті жерлестер, біріншіден қасында бірнеше адам келді. Мен біріншіден таныстырып жіберейін. Мына Маңғыстау облыстың прокурорының орынбасары Ержан Сейсенбайұлы Тұрмағанбетов деген азамат келді. Өтірікші ол, өтірікші ол. Жігіттер, давайте 5-10 минут тыңдайық. Сұрақтарыңызға жауап беруге дайынбыз бәрі. Нақты сұрақтарыңыз болса, біз сөйлеп болайық. Сосын бір-бірлеп беріңдер. Біз қарсы емеспіз. Любой сұраққа жауап береміз. Бір-бірімізге жаңа кедергі жасамайық. Информация алайық лучше бәрімізден. Хорошо? Сізден білем бәрі. Біріншіден бұл кісі заңдылықты түсіндіреді, тәртіп түсіндіреді, заңда түсіндіреді. Это бір. Сосын екінші адам мына жерде. Бердібек Кенжебекұлы Қартбаев деген жігіт энергетика және ЖКХ басқармасының Маңғыстау облысының бастығы. Оның қасында бәсекелестікті дамыту және қорғау агенттігінің департаментінің басшысының орынбасары Рауан Дүйсенбайұлы Нұрмұханов деген азамат келіп тұр. Осы кісілер сіздерге барлық осы газдың мәселесі, газдың тәртібі, заңы, мына қоғамдық тәртіптің заңы, оның бәрін түсіндіреді. Бердібек, сен бастап түсіндір бәрінде. Мынау неге осылай жаңағы ЕТП-ға өттік, неге баға бұлай ойнап кетті, оның ішінде көтеріп кетті, соның бәрін түсіндір. Жігіттер, 5-10 минутқа тыңдайық жігіттер. Хорошо? Тоқаев келсін. Ал, құрметті жерлестер, менің атын жөнім жаңа Бердібек Кенжебекұлы болады. Менің бір айтып кетіп жатқан. Тыңдаңыз, бір-біріміз тыңдайық. Апа жаңа ақты бересіз, қатшатын. Бір-біріміз тыңдайық. Менің айтайын деп жатқаным, жалпы бір қысқаша бір ақпарат беріп кетейін. Білген дұрыс. Жалпы өздеріңіз білесіңдер, біздің өңір, Маңғыстау өңірі, сұйытылған мұнай газының ең ірі тұтынушысы болып табылады. Ол жасыратын жоқ, шыны керек. Бізде 90% машина газбен жүреді. Бірінші фактор. Екінші фактор, біздің ай сайынға тұтатын көлеміміз газға деген 18.000 тонна. 18.000 тонна. Енді біліп отыр, жігіттер, мен айтайын деп отқаным. Бұл жерде біздің жаңа айтып жатырмыз ғой, Қазақгазөнде шығатын заводтың 14,5 жетпейді. Оны мойындау керек, жігіттер. Ол жетпейді. Ол облыста қалып отыр. Енді қалған 3,5 тоннаны жасыратын жоқ, бізге ақпарат шығарып бере аламыз. 3,5 тоннасы біздің Атырау Мана пластик қойып тұрған. Мұнай өңдеу зауытына алып отыр. Халыққа сіздің не істеп не қойғаныңыз қажет жоқ. Халыққа керегі арзаншылық қоя қойыңыз. Не зат мынау? Енді манағыны қайталай бермеңізші, адамның миын жеп та, не деп кетіп тұрсыздар. Шешкен тыңдарыңыз жоқ. 50-ге түсірің, қазір тарайды. 50-ге бірінші қаңтар
жылдардан бастап, 2022 жылдан бастап ЭТП-ға толықтай өтті. Бұл тек қана қазіргі КПЗ емес. Осындай бізде республика бойынша Халықтың санасын өткізіп отырсыңдар ма? Неғып деп тұрсың? ол бір, екіншіден тұрғындар айтатыным. Біз жаңа 3,5 тонна, мен несін айтып отырмын? 3,5 тонна асырау маскасын тұрады. Себебі оның баға көзінде 90. Біздің мәселеміз бізге керек жоқ, халықтың мәселесі керек. Мына криминалист неғып тұр сосын біз мына жерде не істеп тұрмыз? Не тұрып тұрмыз? Түрме вообще. Мына криминалист нарада тұрып түрмесін. Narada konuşuyor. Ассалаумағалейкум, Маңғыстау облысы Қарақия ауданы Жетібай кенті азаматтары, Жетібай тұрғындары, мына газ мәселесінің қымбатсуына байланысты мына видеоролик жолдап отырмыз. Осы газдың қымбатсуына байланысты ертең бүкіл транспорт бар, тамақ бар, барлығы қымбатсайды. Сол себептен ертең таңертең 1 ай 2022 жыл таңертең 9-да клубтың алдына жиналуларыңызды сұраймыз. Бүкіл халық болып, үйде бала шаға жатпасын. Барлығымызға осы мәселе керек. Шығамыз ба? Маңғыстау облысы, Маңғыстау ауданы Шибір ауыл тұрғындарының атынан қазіргі таңда мына көгілдір газ сұйық отынның қымбаттауына байланысты өз наразылықтарын білдіріп отыр. Және де осы наразылықты білдіре отырып, әкіміміз, облыс әкімі Нұрлан Асқарұлы Ноғаев мырзаға осы газ бағасының төмендетуін және де бұрынғы 60 теңгеге келуіне ықпал етуіңізді сұраймыз. Maşallah, Allah bereket versin. Allah bereket versin.
азаматтар.